Саламатсыздар ма? Админс бағдарламасына мекемеде сіздер бюджеттік заявка, яғни істеген утвержден болған жылдың басына қойылған суммаға қосымша ақша тартып бюджеттік өтінім бергенді уточнение корректировка расходов істеу үшін сіздер мына планирование разделіндегі уточнение корректировка расходов деген жерге кіресіздер. Бұл жерде создать батырмасын басып, примерге любой организация алдым, добавить батырмасын басып, өздеріңіздің жаңағы программаларыңызды тересіздер. Программа тергеннен кейін өзгеріс қосымша сұратқан ақша спецификаңызды тересіздер. 159 болса, мысалға 159 ақша сұратсаңыз 159 тересіздер. И мына жақта төмен жағында добавить батырмасын басып, өздеріңіздің организацияларыңызды қоясыздар. Сосын екі рет осылай басып, редактировать форму специфики деп расшифрованный версиясын осы жерге кіргізесіздер. Бұл жерде не бар? Бұл жерде сіздер 01 159 деп терсеңіздер, 159-ың мысалға 22 апрель 2025 деп шығады. Негізі бұл жердегі барлық приказдар осы датамен соңғы шыққан приказ бойынша қойылу керек. Мысалға сіздер 01 деп терсеңіздер, жерге сіздерге спецификаңыздың приказдарын шығарып береді. Бұл жерде бізде текущее здание ремонт бойынша услугалар, ал егер 02 деп терсеңіздер, физический лицалардың сіздерге беретін услугалар шығады. 22 апрель 2025 таңдайсыздар. Таңдасаңыздар, добавить батырмасын басып, қандай өтінім сұрағаныңыз, қандай услуга сұрағаныңызды осы жерден таңдайсыздар, шығады сіздерге. Услуги деген басасыздар. Мысалға әртүрлі услугалар болуы мүмкін, соның ішіндегі мысалға өзіңізге керегін таңдайсыздар, бұның ішінде көп мысалға услугалар. Мысалға мен мына жерде чистка ноутбука дейді, мысалға соны таңдасаңыздар болады. И сол жерде мысалға 100 000 теңгеге қосымша сұратқан болсаңыздар, примерге суммалар алып жатыр. Осылай қоясыздар и сол жерге провести закрыть дейсіздер. Сол кезде міне сіздерге, мына жерде менде тысячный жазылып тұр. Сіздер обязательно тысячныймен жазу керек. Енді ол жерде әртүрлі болуы мүмкін, бірақ менде қазір бұл жерде тысячныймен тұр. Тысячныймен қоясыздар. Мыңдықпен. Міне 100 000 теңге түсті. Сосын 149-дан да егер сіздерге керек болса, 149 ішін басасыздар. Дәл солай қоясыздар организацияңыз. Сосын барып редактировать форму специфики басасыздар. Сосын 01 деп терсеңіздер 149 шығады міне. Соңғы приказ. Және 02 десеңіздер де расходных материалов деп шығады. Енді өзіңізге керек приказды қоясыздар. Мына жерде 03 деп терсеңізде жаңағыдай. Былай айтқанда приказды сіздерде қосымша дейді, приложение әртүрлі болуы мүмкін. Соған орай 03, 02, 01 деп теріп көрсеңіздер шығады. Бізде 02 болса, расходный материал деген таңдайсыздар. Сол жерде мысалға добавить батырмасын бассаңыздар, штатная численность мысалы 10 адам болса, 10 адам деп жазасыздар. Норма положенностьна 1 сотрудника в год деген. Так, мына жерге МРП-сын жазасыздар. И сосын мына жерге, бірақ сіздерде негізі в основном көп болмауы мүмкін. Мен негізі сіздерге мына так 01-ді көрсетейін. Основном сіздерде 01 болады. Қайтадан бассаңыздар, қайтадан өзгереді. И барлығына тоқталып кете салайын. Осы 149-дан 03 деген бар одан кейін. Міне көрдіңіздер ме? Оның ішінде қандай медикамент немесе қандай канцелярский товар или основное средство керек товар ма. Оның ішіне даже 03 кейдің барады. Так. Услуги емес, сіздерде уже бұл канцелярский товар болуы мүмкін. Шнур питания дейді, мысалға жаңағыдай для основных средств немесе өздеріңізге единица измерения, енді штучный болады бұл. Кейбіреулер килограмм болуы мүмкін, бірақ сіздерде в основном штучный көрсетесіздер. ТМЗ-ны. Количество 10 штук аласыздар.
средняя стоимость. Мүмкін бұл жерде тысячный болғаннан кейін 5 деп жазсаңыздар. Так, суммасын жазасыздар мына жерге. Қазір мен так в основном кездесетіндерін қояйын. Фото қағаз, фото А4 деген бар екен. Менде суммасы өзгермейді, өйткені мына жерде әлі бұл организацияда толтырмаған екен. Жалпылама айтқанда былай сіздер суммасын қойып кетесіздер. Здравоохранение. Ал мұны негізі в основном сіздерде 0,249 қолданады екен. Штат санын 10, керек органдарға 100, сумма шат, и мына жерге 4325 деп жазсаңыздар примерге, сіздерде сумма шат. Сол сумма бойынша сіздер 149-шы спецификаны осылай толтырасыздар. Негізі ол жерде қосымша көп, өздеріңізде данный бойынша толтырасыздар. Қиындық болмайды, қиындық болған жағдайда консультанттарға звондап сұрасаңыздар болады. И бұл жерде мысалға ең главный бұл спецификалар емес, ең главный 111 және 131 специфика. 111 спецификада бассаңыздар, добавить батырмасын бассаңыздар, мына жерде организацияны таңдап, редактировать форму специфики деп 01 деп жазасыздар. Жаңағыдай керек қосымша таңдайсыздар. Мысалы 22 апрель десеңіздер, административных госслужащих дейді. Мысалы бұл жерде не? Мысалы 3-ші уровень адам болса, 3-ші уровень деп белгілейсіздер. Категория должность 3-ші уровень. Наименование, мысалы ол главный специалист болуы мүмкін, бірақ мына жерге категория должность деген болады. Ол жерде мысалға неше жылдан 6 жылдан 9 жылға істесе, соны қоясыздар. Керек бір единица деп қойсаңыздар, сіздерде уже мына жердегі 10% есептейтіндер бар. 10%-тің өшіріп тастайсыздар, егер керек емес болса. И мына жерге сізге жылдық толық жалақы шығады. Сол сияқты астына мысалға тағы да добавить бассаңыздар түседі. Міне осы жерге 4-ші уровень деп қоясыздар. Тоже 4-ші уровень. Солай административный госслужащий белгілеп кетсеңіз болады. Мысалы советник десеңіз, мысалы оныкі 2 жылдан 4 жылға дейін болса, 1 жылдық болса, мысалға мына жердегі бізде автоматын түседі. Соны өшіріп тастасаңыздар, компенсация особый условия труда деген. И мына жерде жылдық 12 айлық шығады, немесе соны провести закрыть басып, тағы десеңіздер, суммаларын өздері автоматын есептейді. Автомат өз полный есептеп болады. Егер 131-ден керек болса, тоже добавить істеп, 131-ді қоясыздар. 131 қойғаннан кейін басып, редактировать деп жаңағыда қайтадан кіріп, 01 131-дің, бірақ енді 131-де разряд бар, техперсонал әртүрлісі бар, соның 01 терес немесе 02 терес, контракт 03 терес. Мына жерде мысалға біреуін таңдасақ, ол жерде міне көрдіңіз ба, бұл жерде сіздерде уже таңдайтын не шықты. Бұл жерде категория C2 болуы мүмкін. Мысалға жылы қанша 5 жылдан 6 жылға дейін болса, бір единица қойсыздар, бір адам болса, сіздерде мына жерде шығады. И сіздер ең главный нәрсе бұл жерде параметры формы расшифровки деген жерге обязательно 200 қоясыз, өйткені 2 еселеніп бұлардың окладтары. Қайтадан 1 қойған кезде мына 2 еселенген оклад шығады. Содан кейін 10% шығады мына жерде. 10% за особые условия труда шықты и 12 айлығы шығады. Сол сияқты екіншісі не бар мысалға? С3 немесе Д1 бар болса, Д1 болса мысалға, мына показать десеңіз, полный шатсы блок СД деген бар, Д1 деген болса, тоже 6 жылдан 7 жылға дейін, допустим, болса,
сіздерде осындай шартмен өзі автоматын есептеп сол бойынша қойып провести сақиптасаңыз бұнда налогтарын есептейді сіздерде. Так, уточнение корректировки деген бізде осы жасалады. Бұл осы бойынша сізге мысалға 15 миллион тағы қосымша сұратқан болсаңыздар, сіздерге береді. Немесе налог бойынша сұрамаған болсаңыздар, 112 бойынша сұрамаған болсаңыздар, өшіріп тастайсыздар. Уточнениеңізде 113 сіздер сұрап қойғансыз, бірақ керек емес болса өшіріп тастайсыздар. Өйткені уточнение бұл бюджетный заявка емес, шатастырмаңыздар. Сол сияқты осынша сотрудникке сұрайтын болсаңыздар, автомат налогын есептейді. Егер мынау спецификалардың ешқайсысы керек емес болса, налоговыйлары удалить етіп тастасаңыздар болады. Немесе ішінен керек сумманы қойсаңыздар болады. Қалған сұрақтар бойынша консультанттарға звондасаңыздар болады.